Сәлем баршаңызға, көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерменен балды торттың өте оңай әрі өте дәмді болып шығатын рецептісімен бөлісемін. Толық рецепті көру үшін видеоны соңына дейін қарап, маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Ең алдымен біз тортымыздың қайнатпалы кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге сүт, сары май, қант, крахмал және жұмыртқа керек. Асты қалың газға қоятын ыдысымызға қантты саламыз, оның үстіне крахмалымызды саламыз. Менде бұл жерде жүгері крахмалы. Оның үстіне жұмыртқамызды салып, осының барлығын жақсылап, ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Ингредиенттердің толық құрамын және мөлшерін описание бөліміне жазып қойдым, сол жерден таба аласыздар. Міне жақсылап араластырып алдық. Енді осы массамызға сүттің аз бөлігін құйып, бір араластырып жібереміз. Бұл қазір бізде кремімізді қайнатқанда түйіршік пайда болмау үшін осы процесті жасау керек. Сүттің аз бөлігін құйып, жақсылап араластырып алдық. Енді осы массамыздың үстіне сүттің барлық мөлшерін құйып жібереміз де жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді осы массамызды отқа қоятын боламыз. Оттың асты орташа болып тұруы керек және міндетті түрде отқа қойғаннан бастап креміміз дайын болғанға шейін тоқтатпай араластыруымыз керек. Егер де мүлде араластырмай немесе тоқтатып араластырсаңыздар, кремдеріңіз біркелкі шықпай, арасында түйіршіктер пайда болуы мүмкін. Креміміз дайын болғанын осылай қайнағаннан білеміз. Осылай бір бұрқылдап қайнауы керек. Содан соң оттың астын өшіріп, сары майымызды салып, жақсылап сары майымыз ерігенше араластырып аламыз. Кремімізге хош иіс беру үшін ванилин саламыз, немесе ванильді қант салсаңыздар да болады. Жақсылап бір араластырып жіберіп, енді кремімізді басқа ыдысқа ауыстыратын боламыз. Менде осындай жалпақ ыдыс болды. Креміміздің барлығын құйып алғаннан соң бетін осылай пищевая пленкамен әдемілеп, ешқандай ауа кіргізбей қымтап жауып қоятын боламыз. Тура осылай креміміз бөлме температурасында толықтай суы керек. Креміміз дайын, енді тортымыздың коржын жасаймыз. Ол үшін бізге ұн, жұмыртқа, ас содасы, қант, сары май және бал керек болады. Міндетті түрде асты қалың газға қоятын ыдысымызға қантымызды саламыз, оның үстіне сары майымызды және оның үстіне балымызды салып шығамыз. Енді осы массамызды отқа қоятын боламыз. Оттың асты қатты болып тұруы керек. Массамыз ерігенше осылай жақсылап тұрып, осындай күрекшенің көмегімен араластырып отырамыз. Біздің бұл массамыз толықтай еріп, ыстық күйге дейін енуі керек. Арасында осылай жақсылай беру үшін араластырып отыруымыз керек. Міне біздің массамыз ыстық күйге енді, осылай көпіршіктер шығып қайнауы керек. Қайнағаннан соң үстіне ас содасын салып жіберіп, тоқтатпай жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің массамыз сарғыш, яғни әдемі сары түске енгенше осылай тоқтатпай араластырып аламыз. Міне біздің массамыздың түсі осындай әдемі сарғыш түске енді. Енді осы массамызды басқа ыдысқа көшіретін боламыз. Басқа ыдысқа құйып алғаннан соң, енді осы массамыз қазір ыстық болып тұр ғой. Енді осы толықтай суы керек. Егер де толықтай суытпасаңыздар, қазір үстіне жұмыртқа салғанда жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Міне менде толық суыды, толық суығаннан соң жұмыртқаны салып, жақсылап тұрып, осындай күрекшенің көмегімен араластырып аламыз. Міне осылай араластырып болдық. Сұйық осындай масса шығуы керек. Енді ұнымызды екіге бөліп саламыз. Жарты бөлігін салып, күрекшенің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Оның екінші бөлігін қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің қамырымыздың консистенциясы толықтай қою емес, толықтай сұйық емес, орташа, қолымызға кішкене ғана жабысатын болып шығады. Енді осылай пленканың үстіне қамырымызды саламыз да, жақсылап ауа кіргізбейтіндей етіп ораймыз.
Және бұл қамырымызды тоңазытқышқа бір сағат немесе 40 минутқа жіберетін боламыз. Міне бізде 1 сағат өтті, қамырымызды тоңазытқыштан шығардық. Енді бұл қамырымызды бөліктерге бөліп, әдемілеп жаюға кірісетін боламыз. Мен осы қамырды көз мөлшермен дәл 8 бөлікке бөліп шықтым. Енді біз қамырларымыздың барлығын жаюға кірісеміз. Ол үшін бірінші дөңгелектеп аламыз. Және қазір біз пергаменттің үстіне жаямыз. Бізге солай ыңғайлы болады. Және бетіне ұн немесе крахмал себіп жайсаңыздар болады. Біздің қамырымыз өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Сондықтан қатты баспай, өте жеңіл түрде, қатты күшке салмай, осылай әдемілеп, жұқалап жайып шығамыз. Енді қамырымызды осындай формамен кесіп шығамыз. Менде бұл жерде диаметр 18 см. Осылай әдемілеп кесіп, бетін көтеріліп кетпеу үшін шанышқының көмегімен осылай тескілеп жібереміз. Қамырымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 5-6 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің піскен коржымыз осылай көрінеді, қызарып әдемі болып тұр. Енді жаңағы кескеніміздің орны кетіп қалса, тағы да пештен шығара салып осылай екінші рет кесіп аламыз да, шет-шетіндегі артық қамырларды шетке қойып қоямыз. Қазір бізге тортты әрлеуге керек болады. Міне дәл осылай барлық корждарды пісіріп аламыз. Менде дәл осындай әдемі дөңгелек 18 диаметрде 8 корж шықты. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Толықтай суыған кремнің бетін ашып, осылай бір араластырып жібереміз де. Енді тортымыздың жинайтын ыдысымызға, яғни осындай үлкен тарелкеге кішкене астына крем жағып жібереміз де. Коржымызды қоямыз және тортымыз біркелкі болып шығу үшін осындай форманы кигіземіз. Коржымызға сақинаны кигізіп алғаннан соң кремді 5-6 қасықтай салып, жақсылап жайып шығамыз. Кремді барынша мол қылып салыңыздар, сол кезде біздің тортымыз жұмсақ әрі күшті болып шығады. Міне осылай торттың барлығын жинап шығатын боламыз. Корж, крем етіп жинап шығамыз. Тортымызды жинап алдық. Енді тортымыздың бетін әдемілеп осылай пленкамен ауа кіргізбейтіндей етіп жауып қоямыз. Тоңазытқышқа 1 түнге қалдырсаңыздар болады, немесе 1-2 сағатқа қойсаңыздар да крем мен коржы сіңіп әдемі болып тұрады. Міне менде шамамен 1,5 сағаттай тұрды. Бетіндегі пленканы алып тастап, енді тортымыздың сыртындағы сақинасын алып тастап, тортымызды әдемілеп сәндеуге кірісетін боламыз. Торттан артылып қалған азын-аулақ кремді осылай жанына, бетіне әдемілеп жағып шығамыз. Қазір біз тортымызды сәндегенде әдемі болып тұру үшін осылай бір тегіс етіп жағып шығамыз. Және де корждың жан-жағынан артылып қалған осындай керек емес корждарды осылай ұнтақтап алдым. Енді тортымызды сәндеуге кірісеміз. Осылай ұнтақты күрекшенің көмегімен торттың жанына және бетіне әдемілеп етіп жағып шығамыз. Негізі тортты өздеріңіздің қалауларыңызша әдемілеп, әсемдей берсеңіздер болады. Міне осымен біздің балды тортымыз дайын болып шықты. Қараңыздаршы, кесілуіне өзі жұмсақ болып пышағымыз батып кетіп жатыр ғой. Әдемі болып шыққан. Енді міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі енді күшті болып шыққан, тек жасап көрген адам ғана дәмін біледі. Астарыңыз дәмді болсын, баршаңызға сәттілік. Сіздермен бірге болған Раушан.